Қызықты факт, мұхит түбінде 3 миллионға жуық су астына кеткен кемелер бар. Ойланып көріңізші, 3 миллион теңіз кемелері. Олар апат салдарынан, ауа райы қолайсыздығынан, соғыс салдарынан су астына кеткен. Бүгінгі шығарылым су астына кеткен таңқаларлық кемелер туралы болады. SS President Coolidge, Вануату. Мұхит лайнері түрінде салынған бұл кеме 1941 жылдың желтоқсанынан бастап 1942 жылдың қазан айына дейін десантты кеме ретінде қолданылған. Бірақ соңында жаңа гибрид аралдарында минаға түсіп су астына кеткен. Дайверлер су астына түсіп зерттеген кезде көптеген әскери жабдықтар тапқан. Оның ішінде гаубицалық зеңбіректері, General Motors компаниясының жүк машинасы және шынжыр табанды машиналар. Эль-Фараут кемесі, Мальта. 1969 жылы суға жіберілген кезде бұл кеме 10 000 тонналық Ливия танкері болған. 1995 жылы жөндеу жұмыстары кезінде газ жарылысынан кейін Мальта жағалауында суға кеткен. Қазіргі таңда 25 метр тереңдікте Мальтаның оңтүстік шығысында дайверлардың көрмесіне айналған. МС Зенобия, Кипр. Ол 1979 жылы суға жіберілген швед паромы болған. Ол өзінің бірінші саяхатында 1980 жылдың шілде айында Кипрдағы Ларнака қаласының маңында суға кеткен. Ал қазіргі таңда ол сол жақ бетімен 42 метр тереңдікте жатыр. МТС Oceanus, Оңтүстік Африка. Францияда құрастырылып 1952 жылдың шілдесінде суға жіберілген бұл кеме Оңтүстік Африканың шығыс жағалауындағы дауыл кезінде машина бөлімде болған ақаудан 1991 жылдың 4 маусымында суға кеткен. Кеменің қалдықтары су астында 94 метр тереңдікте жатыр. Дайверлер су асты ағысы мен акулалар кемеге жетуді қиындататынын айтқан. Британик кемесі, жерорта теңізі. Атақты Титаник кемесінің ағасы трансатлантикалық жолаушылар тасымалдау кемесі болу керек еді. 1916 жылы Гректің Кея аралында су асты минасына түсіп, 55 минут ішінде толығымен суға кеткен. Құтқару кезінде теңізге түсірілген екі қайық кеменің айналып тұрған қалқаншаларының астына тартып алынып, 22 жолаушы қаза тапқан. Жалпы құтқарылған адам саны 1036 жолаушы. Ең қызықтысы, олардың ішінде Титаник кемесі суға батқан кезде аман қалған медбике Вайлет Джессоп және от жағушы Артур Джон Прист болған. 121 метр тереңдікте жатқан бұл кемені 1975 жылы Жак Кусто зерттеген болатын. Елес кеме, Балтық теңізі. Бұл кеме 2003 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Балтық теңізі маңында құлаған швед ұшағын іздеу кезінде кездейсоқ табылған болатын. Зерттеу барысында бұл кеме шамамен 1650 жылдары құрастырылғаны анықталды. Болжам бойынша ол голландиялық желкенді жүк тасымалдау кемесі болған. Балқан теңізінде ағынды қозғалыстар болмағандықтан және теңіз тұздылығы төмендіктен кеменің ағаш қалпын бұзатын құрттар болмайды. Сол себептен бұл әлемдегі ең жасы үлкен және жақсы сақталып қалған жалғыз кеме. Суға батқан кемелер тізімі арасында ең атақты Титаник кемесі болмаса, ол тізім толық болып саналмайды. Бұл оқиғаны бәріміз білеміз. Жарқыраған жаңа құрастырылған Титаник Англиядан Нью-Йоркқа ең алғашқы сапарына жолға шығады. 1912 жылдың сәуір айында айсбергпен соқтығысып, бірнеше сағат ішінде су астына кетеді. 1985 жылға дейін батқан кеменің орналасқан жері белгісіз болған. Бірақ доктор Роберт Баллард заманауи жабдықтар көмегімен Ньюфаундленд жағалауының оңтүстік шығысында 595 шақырым жерде 3810 метр тереңдіктен кемеге жол тапқан.